Құрметті студенттер, бүгінгі 5-ші дәрісіміздің тақырыбы баға қызметі, баға белгілеудің негізгі факторлары. Бұнда қарастырылатын сұрақтар: бағаның қандай қызметтері бар, баға қандай қызмет атқарады, баға белгілеудің негізгі факторлары. Баға белгілеу дегеніміз бұл факторларды бөлудің әртүрлі тәсілдері бар. Олардың бірнеше түрін қарастырып көрейік. Кейбіреулер барлық факторларды үшке бөліп қарастырады: базалық, конъюнктуралық, реттеушілік. Базалық дегеніміз, яғни әрбір кәсіпорында қолданылатын өндірістік және өндірістік емес сипатқа тән әртүрлі шығындар жатады. Шығын неғұрлым көп болса, бағада соғұрлым жоғары болады. Конъюнктуралық факторлар дегеніміз, ол нарықтың өзгермелілігіне байланысты және тұтынушы талғамына, саяси, макроэкономикалық жағдайларға тәуелді болып келетін факторларды жатқызамыз. Реттеуші факторлар экономикада мемлекеттің араласуы деңгейінен анықталатын факторларды айтамыз. Ал кейбір ғалымдар ішкі және сыртқы факторлар деп екіге бөледі. Яғни жаңағы қарастырылған факторларды топтастырады. Ішкі факторларға мысалы тауардың жеке қасиеті, тауардың өміршеңдік кезеңі, циклы, өндірістің техникалық және ұйымдасқан деңгейі, кәсіпорынның капитал көлемі, құрылымы, өндіріс шығындары, өнімді өндіру көлемі, тауар мен ассортимент саясаты, тауарды жылжыту, өткізу және сервистік ұйымдастырылуы, коммуникациялық саясат құралдарын жатқызуға болады. Бұның барлығы ішкі факторларға жатады. Ал сыртқы фактор бұл елдегі экономикалық және саяси жағдайлар, халық пайдасының деңгейі, мемлекеттік реттеу, инфляция деңгейі, бәсекелестік, мемлекеттің ішкі экономикалық саясаты, нарық ауқымы, конъюнктурасы, тұтынушының мінез-құлқы, бағаны қабылдауы. Яғни сыртқы факторлар бұл мемлекетке тікелей қатысты және бәсекеге, нарыққа қатысты факторлар. Ішкі факторлар дегеніміз, қайталап өтейін, бұл кәсіпорынның ішіндегі, өндірістегі тауардыға қойылған бағаға әсер ететін факторлар. Өндіріс саласына қатысты баға белгілеуші факторлар бұл материалдық және еңбек ресурстарына кеткен шығын көлеміне әсер ететін факторларды айтамыз. Оларға жататындар ғылыми-техникалық үдеріс, өндірістің мамандануы мен шоғырлануы, жұмысшыларды жіктеу, еңбек ұйымының тиімділігі, табиғи жағдайлар. Ғылыми-техникалық прогресс дегеніміз ол өнімді жүзеге асыру мен өндіріске кеткен шығын қарқынымен байланысты факторлар. Бұл фактор екі жақты сипатқа ие болады. Біріншісі, ғылыми-техникалық прогресс өндірілетін өнімге, материалды және еңбек ресурстарына кеткен шығындарды төмендетуге әкеледі, яғни өзіндік құнды төмендету жолдарын қарастырады. Екіншіден, үнемі өндірісті жаңартып отыру, модернизация, яғни жаңарту, жаңа құрал жабдықтарды пайдалану, жаңа тауар түрін құру, оның сапасын арттыру, оны дайындау шығынның өсімін арттырады. Сондықтан түрлі салалар мен тауар топтарының шығындары қарқыны әртүрлі, ал кей кездері бір бағытта болуы мүмкін. Өндірістің мамандануы мен шоғырлануы келесі фактор. Бұл қоғамдық бөлінулерге, тереңдету және еңбек кооперациясына байланысты қосымша өндіріс күшін құруға, шығынның азаюы мен жалпы шығынды үнемдеуге әкеледі. Тиімді үйлестіруді қамтамасыз ететін заманауи машина жүйесі мен өнімді арзандатудың алғы шартын құрайды. Еңбекті ұйымдастыру тиімділігі, жұмысшылардың мамандануы, бұл маманданған қызметтерге аз уақытта көп өнімді өндіру алуына көрінеді. Бұл өнім бірлігіне кеткен шығынды төмендету, бірақ жұмыс күшін мамандандырудың өсу әсерінен жалақының өсетіндігін ескеру қажет. Бұл арзандатылған фактор болып табылмайды. Бұған қомақты ақша керек, яғни біз жұмысшылардың біліктілігін арттыруымыз қажет. Табиғи жағдай, яғни қандай да бір кәсіпорындағы өнімнің шығуына табиғи жағдай әсер етеді. Ол да факторға жатады.
бір жағынан өндіріс үдерісіне жаңа пайдалы қазбаларды, құнарлы жерлерді, су көздерін тарту, еңбек өнімділігін арттыруға және өнім өндіруге кеткен шығынның азаюына әкеледі. Екінші жағынан өндірістің табиғи жағдайының нашарлауы, жойылуы, құнарлы жерлерді игеру, егіндікті ору, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды қайта өндірудің жылдам өсуі баға мен өндіріс шығындарының өсуіне әкеліп соғады. Келесі фактор бұл қарым-қатынас саласы және тауарды тұтыну саласының баға белгілеу факторлары тұтынушыға тауарды жеткізумен байланысты. Яғни біз тауарды қазіргі кезде көбінде тауарларды тұтынушылар қалай заказбен тапсырыс беру арқылы алады, яғни ол тиімді. Яғни сондай кезде бұл қарым-қатынас саласы тұтынушыға тауарды уақытында дұрыс жеткізуге байланысты факторлар, бұл қарастыруымыз керек. Оларға жататындар ұсыныс пен сұраныстың қатынасы, сатып алу себептері, ақшалай сатып алу қабілеті, өнім сапасына қойылатын талаптар, тұтынушы құрылымының көпұлттылығы. Яғни осы дәрісте біз бүгінгі дәрісті пысықтау үшін мен тәжірибелік сабаққа келесі сұрақтарды қарастырамыз. Бақылауға баға қызметі қалай бөлінеді, баға бөлу қызметінің мәні неде, ішкі және сыртқы факторлар, өнімді өндірісі қандай факторлар жатады, осы тауарлар тұтыну саласының фактор мәні неде екенін қарастырып, тәжірибелік сабақта осы сұрақтарға жауап береміз. Назарларыңызға рахмет.